Апай, сары майды қайдан аласыз? Сары майды магазиннен аламыз. Магазин қайдан келеді? Оны мен саған ертең түсіндіріп берейін. Өткендегі Миланамыздың сұрауы бойынша, бүгін біз Милана саған сүт өнімдерінің сары майдың шығару жолын саған түсіндіріп береміз. Ол үшін сенің анаңды көмекке шақырайық. Сәлеметсіз бе, Арай ханым? Өткенде таңғы аста Милана бізде сары майдың алу жолын сұраған. Сары май қайдан келеді деп сұраған. Соны өзіңіз кішігірім түсіндіріп берсеңіз Миланаға, көрсетіп берсек, сары май дастарханға қалай келетінін. Милана, қызым, сары май бұл қазақтың ұлттық тамағына жатады. Сүт өнімдерінен дайындалатын. Мен саған қазір сүт өнімдерінен дайындалатын сары майдың қалай дайындалуын көрсетіп берейін. Енді оған бірінші сиырдан сауылған сүтті жылтып, арнайы аппаратымызға құйып тартамыз. Бұл аппарат Милана сепаратор деп аталады екен. Қазір қарап отырасың. Мына сепаратор аппаратына бір жағынан көк сүтіміз бөлінсе, осы сүттің бір жағынан майлылығы осы ыдысқа ағады екен. Ал енді осы аппаратымыздан бір жағынан көк сүт, екінші жағынан сары май кілегей шығады. Сол кілегейден біз сары май жасаймыз. Енді 2-3 күн жиналған кілегейімізден сары майды дайындайтын боламыз қазір. Мама, ондай май болған жоқ қой, сәдіп жақты. Енді ол 2-3 күн жиналған кілегейден біз қазір сары май жасаймыз. Сенің балабақшағындағыдай сары май жасайтын боламыз. Қара Милана. Ал енді сен қарап, үйреніп отыр. Анаң қарап, қалай майды шайқап жатыр қолыменен. Майды шайқайды екенбіз. Май шайқауда оңай емес. Ол да бір өзінің еңбегін талап етеді. Милана, әне қара, май шайқағанда сары майдан кәдімгі Өзінің суы бөлінеді. шығады екен. Ашты суы бөлініп шығып барып, май шығады. Бұл май деген денсаулыққа өте пайдалы. Біздің ата-бабамыздан қалған ұлттық тағам. Мына майдың ашты суын құйып аламыз бөлек. Көрдің ба қандай су шықты майдан. Енді бұны 2-3 рет жуымыз керек, тазалап ашты суынан. Ал енді міне майымыз дайын. Бұл майды енді тұздап, қарынға салса да жақсы болады. Ата-бабамыз бұрынғы заманда Милана сары майды сақтау үшін, біз қазір холодильникте сақтасақ, бұрынғы заманда қарынға сақтаған екен. Қарында май бұзылмайды екен. Дәмді болады, дәмі кіреді. Тұздап жеген екен майды. Рахмет апай, майды жасауға білдім. Әрине көрдік, сары майдың қалай жасалатынын біз көрдік өз көзімізбен,